жігіттер қыздар кездесіп жатырмыз 40 жылдықта әлі келген 20 жылда кездестік 20 жылда сосын 60 жылда кездестік ендігі бәріне денсаулық тілеймін соған жете берді сол кездесулердің бәрі сосын ұйымдастырушылар қыздар жігіттер бәріне рахмет дендеріңіз сау болсын аман болыңыз Indira! Ал құрметті Айжамал апайдың тойыңызға келіп жатсыз. Алла қуат берсін сізге. Жан-жағың аман болсын, деніңіз сау болсын. Қызықтарға жете беріңіз. Ендігі біздің 20 жылдық кездесуімізге де алдыңызға бас болып келіңіз. Тілектеспін. Алла қуат берсін тағы да. Ал мынау құрметті достарым, қастастарым, алыстан келген, жақындай араласып жүрген достарым ауылдағы бәріңізге құтты болсын. Тойыңыз той қыласын. Мына көрінген малдардың қызығын кең көрейік. Еніңіз сау болсын. Немере көріп жатырмыз құдай қалап. Шөбереге жетейік. Осы балаларымыздың қызығына тоймай жүре берейік бәріміз. Басымыз бүтін, ауыз аман, жан-жағымыз бәріміз. Бәрімізге бақыт тілеймін. Апай, бүгін міне сізді неше жылдан бері, 40 жылдан бері ортамызда көріп отырғаныңызға қуаныштымыз. Деніңіз сау болсын. Бала шағаларыңыздан қызығын көріңіз. Ауырмаңыз. Осы ат терлетіп, осы Түркістан қаласында 66-лардың 40 жылдық осындай той болады дегенге келіп жатқаныңызға көптен алғысым шексіз. Көптен күткен бір тойымыз ғой енді 40 жыл деген бір адамның өмірі. Дүниеден озған кластастарымыз бар. Жатқан жерлері жайлы болып, бізді де жаңағы бір аунап түсіп жатқан шығар. Күйеулердің жай құрдасымыз, Құлдыбек құрдасымыз, Сақып кластасымыз, ортамыздан ерте кеткен кластастарымызға күйеулім жай. Сөзімді өлмеші. Жаңағы өлі риза болмай, тірі байымайды. Өйстіп, ортамызда бәріміз, өйстіп сіздерді, өйстіп дендеріңіз сау болып, осылай көп көздеріңіз төл болып, өйстіп кездескенімізге қуаныштымын. Дастархандарыңыз әрқашан молшылыққа жайылсын, несібелеріңіз көп болсын, ендігі жерде 20 жылдықта көп көзіміз төл болып, өйстіп кездесуге жазсын Алла тағала. Бақыттың базарында, Алланың назарында болыңыздар. Отбасыларыңызға тек қана амандық тілеймін. Мына осыны ұйымдастырып отырған Үрсілу ханымға, Мира ханымға, Сара ханымға, соның ішінде ерекше Раушан келінімізге алғысымды айтамын. Жанахмет құрдасым, мыңда бір алғыс, мыңда бір шүкір. Осындай Түркістан қаласында дүбірлетіп той беріп жатқан, мына алғашқы жаңағы Абай ауылынан шыққан алғашқы бір түлектер екенбіз. Бәріне үлгі бола білейік. Тек қана отбасыларыңызға қуаныш тілеймін. Рахмет жандарым. Айтшы шуды, сенен кейін айтамын. Еркексің. Ama topluluk kavramı. Bana bir aydınlatma tilklerin ben keşke bana kalsın. Bana bir aydınlatma. Otoğuzda ne olmakla tilekler, alkışlar vermem peşkini kulağına kalsın. Ben de bana bir aydınlatma tilekleri koşulamam. Ben Karakbay'da, ben havaydan çıkan adamdım. Soğukta ben Karak çay değilim. Allah Teala'nın orada, bugünkü nara, bugünkü
мына осы дастарханның басында аузыңызға 40 жыл болыпты. Біреуі бар, біреуі жоқ. Иманды болсын. Мына азаннан бері, кешеден бері солардың рухын жаңғыртып, ата-бабамыздың жоқ, жаңғыртып, соның несін, пәтесін алып, Астан-Бабаға барып кетіп қайттық. Бәріміз де осындай жұғысты болсын. Біреуге ерте, біреуге кеш. Бүгін бары ертең жоқ. Бәріміз де осындай қуанышта жүргенімізді Түркістан шаһарында кездесіп отырғанымызға мыңда бір шүкір. Оған мен ата-бабамызға айтқандай, атамыздан қалған мұраттай мұратымыз асыл жарға, асыл немереге, асыл ұрпаққа жалғаса берсін. Біреуі неге басымыз қуанышта болайық, деніміз сау болсын, аманшылықта 20 жылдыққа кездесейік. Отвечаю, 20 жылдықта өз басында өзім атқарамын. Отвечаю. Алпысалтының қыздары, жігіттері, Айжамал апай, бүгінгі бас қосу ұзағынан болсын, аспанымыз ашық болсын деймін, анымыз көп болсын, бала-шағамыз аман болсын, бәрілерінде үйлерінде қуаныш той болсын деймін. Көп тілектер айтылды ғой, соның бәрі періште құрамына шалынсын деймін. Алпысалтының қыз жігіттері дендеріңіз сау болсын, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Тек қана аманшылық тілеймін сіздерге, тойларыңыз тойдан тойға жалғаса берсін. Айжамал апай, сізге де шөбере сүйіңіз, аман болыңыз, осылай алпысалтының тойына келіп жүріңіз. Аман болыңыз, сау болыңыздар, осылай ата-енеңіз сұлу болып жүре беріңіз. Құрметті, қымбатты бүгінгі 1983 жылғы осы жерде сіздердің барлықтарыңыздың қолдарыңыздан ұстап, орталарыңызда отырған, біздің төрімізде отырған ұстаз анамыз Айжамал апаймен сондай жүректеріңіз лүпілдеп, сол бітірген мектептің бүгін 40 жылдығының бас қосуында отырмыз. Алла тағалам сағыныш деген сол бір кез атты үлкен кештің біз куәсі болып отырмыз осы жерде. Мынау жаңа өздерінде шығып жатқан кезде көзімізге жас алып жатырмыз, жүрегіміз лүпілдеп жатыр, жүрегіміз дүрсілдеп жатыр. Әрине әркімде өзінде махаббат деген болады. Бала махаббат, ана махаббат. Сол махаббатымыз мәңгілік болып қала берсін жүрегімізде. Мынау үлкен ұйымдастырып жатқан үлкен шаһар, киелі қасиетті жерде Түркістан қаласында осындай үлкен дүркіреткен ойлайтын шығар кейбіреулер. 2 стол болып, 3 стол бұл жерде ондай емес. Мәселе ниетіміздің, пейіліміздің түзелуілігі, жасап жатқан үлкен ұйымдастырған комиссия осы жердегі құрамға алғысым, мың алғыс шексіз. Әрине осындай 1983 жылы бітіріп, Қазалы ауданы, Абай ауылы 90-шы мектептің түлектеріне тағы да алғысым шексіз. Мынау жасап жатқан дүниелеріңіз барлықтарыңыздың оттарыңыздың басына дарысын. Қай жерде жүрсек те қызмет, ақша, басқа дүниенің барлығы уақытша. Мынау бір-бірімізге деген сыйластығымыз арта берсін. Бүгін сіздердің алдарыңызда осы жерден келіндер болып келемін. Мынау үлкен осындай өмірде жүріп жатқан кезде орталарымызда жаңа айтып өтті Толыбайға. Өткенге салауат айтамыз әрине. Мынау жерде мүмкін тірі болса, мен жарымның жанында Динапа болар ме? Енді ол кісіде мәңгілік болып кетті әрине. Соны орнын басып келіп осы жерде мен сіздердің алдарыңызда тұрмын. Бұл да бір бұйыртқан дүние шығар. Әрине оқыған жері жайлы болсын. Әрине бұл жерден жаңыз Динапамнан да басқа бұл жерде балдар қыздар болған шығар. Жатқан жері тағы да ол кісілерге жайлы болсын, иманы жанатта болсын дегендер. Мынау үлкен керемет кеш болып жатыр. Өз-өзімізге үлкен
сосын сый жасап жатырмыз. Бұл дегеніміз бір-бірімізге деген ниетіміздің үзеулігі, пейіліміздің үзеулігі, қыздар болып, келіндер болып осындай ұйымдасқан үлкен бұл жұмыс әрине. Мынау 6 ай бойына телефоннан түспей, бір-бірімізге деген сондай жанашырлықпен мынандай жасайық, бұлай жасайық деп ұйымдасып жатсыздар. Әрине бұл өте оңай дүние емес. Мынау нанымыз көп болсын, аспанымыз ашық болсын. Мынау бізден шыққан осы дүниеге келген бала 40 жасқа толып жатыр. 40 жылда қаншама дүние өзгерді. Балдар дүниеге келді, оларды аяқтандырдыңыздар, қызды ұзаттыңыздар, немере сүйіп жатсыздар, алды шөпшекке келе жатыр, шөбере келе жатыр. Соның әр басқан қадамдары нық болсын, қадамдары үлкен сыйлы болсын, беделді болсын, саналы болсын, қайырлы болсын деген келеді. Мынау сіздерге бір-бірімізге деген ендігі жерде жаңа айтып жатырмыз, Алланың бұйыртқан 50 жылдығына бас қосуға жазсын. Мынау сіздерге айтарым, Алланың берер сыйы менен берекеті, рахметі көп болсын. Мынау жаңа Асапа бауырымыз туған жерде түлеткен деп осы жерге 3 жіпті шығарып жатыр. Әрине біз бас иеміз. Абай ауылында тұрып, сол жерден түлетіп жатыр топырағын. Сол жерде өсіп жатыр, өніп жатыр. Біз сәл сырттаумыз. Ақтөбе, Алматы, Қазалыда жүреміз. Елде не болып жатқанын осы 3 жіп біледі әрине. Осы 3 жіп арқылы біз өсіп жатырмыз, өніп жатырмыз, біз мақтанамыз. Осындай сіздермен мен дос болып, сіздермен бірге дос тапқаныма әрине мақтанамын, марқаямын, қызығамын, бірақ қызғанбаймын. Осындай достығымыз әрдайым да арта берсін. Жаңада айтып тұрдық қой. Үйіміздегі бар қарт аналарымыз, қарт аталарымыз аман болсын. Қарты бар үйдің қазынасы мол дейді, қарты бар үйдің құлпы жоқ дейді. Сол аналармен өсіп жатқан біздер де ана болдық, сіздер де ана болдыңыздар. Енді сіздер әже боламыз, Құдай қаласа бұйыртса. Әже болып те жатырмыз, болып жүрміз әже. Немелеріміз бар, 4 немере. Сондықтан Аллаға мың сан шүкір етейік. Мынау басып жүрміз, деніміз сау, ұрпағымыз баянды болсын, мәңгілік елін тұтқатын ұстайтын, балаларыңыз аман болсын. Ал мына бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Аңсаған армандарыңызға жетіңіздер, өстіп сіз біздесіп, әр жылда армандар жете берейік. 60 жыл, 50 жыл, 70 жыл деп атқызып, соның бәрі кездесуге аман есен жеткізсін бізді өстіп. 60 жылғылар болып бәріміз түгел қатысайық. Не деймін енді қысқа. Азаннан бері тілектің бәрі айтылып жатыр ғой, жаңағы сол тілектің бәріне қосыламын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Құрметті қастастар, Айжамал апай, сізге көп рахмет. Бізді өндірдіңіз, қанша жыл болса да. Мен 5-ші класқа келіп едім, абай орта мектебінде. Содан бері 10-ші класқа шейін сізбен бірге болды. Сізге көп рахмет, денсаулығыңыз мықты болсын. Әрқашан осылай біздің арамызда болыңыз. Үлкен жас ғұмыр тілеймін сізге. Бала шағаңыз аман болсын. Немерелеріңіз көбейсін, шөбере сүйіңіз. Екіншіден кластастарыма тілейтінім, тоже зор денсаулық, аман есен болыңдар. Бүгінгі болып отқан осы кешке өте қуаныштымын. Сіздермен кездесіп отырғаныма. Мен көбісін көрдім, бірақ ішінде бар енді. Көрмеген, 40 жыл көрмеген кластастарым бар. Бәріңіз де аман есен болыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Біздің жаңағы жігіттердің, келіншектеріне көп рахмет, которые бізбен бірге оқымаған. Но зато біздің келіндеріміз. Сізге көп рахмет, біздің жігіттерімізді осылай жерге түсірмей, көйлектерін кір қылмай, носкилерін жуып, нижний бельеларын бәрін жуып, тап-таза алыстау отырғандарыңызға көп рахмет. Сіздерге басымызды иеміз. Біздің жігіттер вроде ничего, красавцы. Тап-таза отыр осы кезде. Сіздер жаман болсаңыздар, бұлар да жаман болатын еді. Пір-кір киіммен келе отыратын еді ғой. Но тап-таза, рахмет сіздерге көп. Келіншектер. Ана сөйледі ғой. Ана менімен бірге Ақтөбеден, оның өзін 35 жылда бір рет көрдім ғой. 35 жылда бір рет көрдім. Ақтөбеде болсақ та бірге. Ей, жапша
Сіздерге бәріңізге бақыт тілеймін, немерелеріңіз көбейсін, сол немерелердің тойында бірге болайық. Үлкен жігіт болып бәрі өссін. Енді былай, прям көңілдеріңізге келіп қалсам кешірім сұраймын. Дұрыс істемеген жерлерім болса кешіріңдер. Басым деймін. Осы вечерде бір рет кездескеніміз сен үшін вообще сенен кешірім сұраймын. Енді менің кінәм ғой? Мойындаймын. Я не отказываюсь. Осы дастархан бізге бәрімізге қуаныш әкелсін. Ешқашан қайғы болмасын. Самыған денсаулықтарың болсын. Денсаулықтарыңыз болса бәрі болады. Ешқандай ақша не поможет, если денсаулық болмаса. Сол үшін де әрқашан аман жүріңіздер. Сіздің қызықтарыңызды бәріміз бірге көрейік. Бізді шақырыңыздар, ұмытып кетпеңдер, иә? Екеуміз ғой, алыста тұратын ше, қалғандар прям жап-жақын көреді. Қыздарға мынау алматы деген сияқты. Осындай қуанышты дастарханда кездесейік бәріміз. Менің атымнан сізге кішкентай сыйлық бар. Соны, пожалуйста, примите. Рахмет, енді қиылмаңыздар, отырмаңыздар. Қазір биде болады, асықпаңыздар. Жақын тұрайық. Алмагүл бірінші суретке түсіп алсақ. Ол кімге? Келіндерге ме, жігіттерге ме? Енді өзіңді рахмет, жаңа Алмагүл апайымыз айтып жатыр, 66-ның келіндеріне, келіншектеріне рахмет. Біздің жігіттерімізді, балдарымызды әп-әдемі мұнтаздай қылып тап-таза ұстап жүргенде деп жатыр. Жаңа банкет баспамай тұрып, 66-ның келіндері, наоборот, 66-ның қыздары, сіздерге 66-ның келіншектері рахмет айтып жатыр. Кезінде өзімен бірге оқыған класстас жігіттеріне бір қыздан басқасы тұрмысқа шығармамай, өз класстастарын сындырмамай, басқа күйеуге шыққаны үшін деп сіздерге рахмет айтып жатыр. Шамалы құрықпаңыздар. Әйтпесе біз күйеусіз қалады деп дейді. Шын ғой? Жиналыңыздар, суретке түсіңіздер. Ал келіңіздер. Ал ортаға. Алмагүл апайымыздың атынан аз-да көптей көріңіздер. Бір естелікке суретке камера түсіп ма? Болып түссеңіздер, онда ше ортаға баршаңызды би алаңына шақырамыз. Келіңіздер. Oh,
Кешірен достарым. Енді ән айтасыз ба? Келіңіз, қандай жаңағы айтпақшыда бүлеке сізде ән айтар дедіңіз үшінші, өткіздіңіз ба музыка? Иә, Раушан апай, сіз ябаныңыз бар болды ақыда, иә? Онда бұлай қылайық, ақыры Ең күшті тілек айтқан, ең күшті ән айтқан, ең күшті ең дегендерге. Иә. Енді бұлай қылайық, ақыры ән айтқыларыңыз кетіп тұр екен. Қазір екі стол отырмыз ғой. Екі стол, екі командаға бөлінейік. Екі стол, екі команда бөлініп, ән айтамыз хормен. Жарысамыз, қай стол мықты ән айтады, сол столда отырған қонақтардың бәріне сый-сияпатымыз бар. Келістік қой? Ендеше, жаңа осы жерде қателеспесем Рима апайымыз айтты ғой, стол аз, адам аз деп үйді мән бермеңіздер деді. Шынымен де столдың саны емес, сапасы маңызды. Ол столда кім отыр? Ең жақын деген жандар отырмыз. Осы күнге де шүкір, өсейік, өнейік, көбейік. Ал енді бірінші оң жақтағы столда қалай деп айтсам болады? Толыбайдың столы деп айтсам, келісесіздер ме бәріңіз? Иә? Ал сол жақ Жақсыбайдың стол деп командасы деп келісіп алайық. Бірінші оң жақ Толыбайдың командасы. Сіздер өлеңді бастайсыздар. Өлең музыка қойылып, сол әнді тыңдаймыз. Сол музыканы қосылып айтамыз. Музыка тоқтап қалған кезде әрмен қарай әнді айтып жалғастыруымыз керек. Пока Жақсыбайдың столы. Сіздер пока тыңдаңыздар, оң жақ қалай ән салады екен. Ал алғашқы ән, достар, бүгінгі сіздердің әндеріңіз, бүгінгі осы керемет кешіміздің ән ұраны деп қабылдасаңыздар болады. Достар әні бірге тойлап, бірге өткізген, жалындаған жас жағын. Оң жақ бірге айтамыз. Сіздер үйренген кезде бұл ән бір емес бірнеше рет қойылған. Дос болған той жыры, махаббаттың құдірет күшін әлгілер. Біреусі кетті. Орнымызды тұрып, айқайла сезіммен бірге. Şarkı
илик тұрып шапалақ ұрмаймыз, просто қолға айтамыз. Арыз жағасында. Қазақтың екінші әнұраны деп айтсақ, қате айтпағамыз болады. Ескендір Хасанғали Көкемнің атамекен әні. Патриоттар, рахмет. Патриоттар, орнымыздан тұрып, қолын жүрге қоймайтамыз. Ал патриот еместерге бұлар мен көпшілікші. Кеткі. Сіздің ойыңызша кім жеңді деп ойлайсыз? Әрине Жақсыбай. Жақсыбай? Неге Толыбай емес? Өйткені Жақсыбай Өйткені Жақсыбай не? Суда жақынына ағады. Не қылады? Суда жақынына ағады деген ғой. Ол деген мені Суда жақында ағады? Біздің Толыбай судан жақында ағып келді. Aha. Biz patriotuz. Al. Қазақстан. Patriotuz. Қазақстан дегені үшін. Қазақстан. Сол үшін Толыбайға приз. Ал енді жеңімпаз команда қол қошеметтеп қойыңыздар. Бүгінгі кешке келіп ойынға қатысқан командалық есеп бойынша жеңімпаз болған команда шапалақ, құрмет, қошеметтеріңізді аямаңыздар. Жеңімпаз Толыбай! Енді бір тілек, бір тоз шақырына келген қонақтарды шақырдық. Енді ортамызға облыс орталығының тұрғындарын шақырайық. Алдаберген, Мейрамгүл, Гүлсара, облыс орталығының тұрғындары. Қызылорда, билеп шығамыз келген.
екеуіңіздің билеріңіз ұқсайды екен. Қош келдіңіздер. Келген аяқтарыңызды гүл білсін, кештеріңіз құтты болсын, тойларыңыз құтты болсын. Кімнен бастаймыз? Ақ көйлек киген, көк көйлек киген құрдастарым да бар. Әлеке, бастаңыз. Ау, құрдастарым, ау, 40 жылдық тойыңыз құтты болсын. Осындай 40 жылдықтар көп болсын, тойларыңыз көп болсын, елу жылдыққа аман есен болсын. Көп көзіңіз түгел жете берейік, отбасы аман болып, бала-шағамыздың қызығын көріп, немере шөбере сүйіп, қуанышымыз көп болып, тойлап жүре берейік. Түркістанда тойласа, Астанада тойлайық, Алматыда тойлайық. Шетелге шығып кетемін деп айтпай ақ қояйын енді қайтейін. Аман болайық, еліміз сау болсын әрқашан. Қуанышымыз көп болсын, жақсылық көп болсын, аман болайық. Әрқашан осындай жақсылап жүре беріңіздер, сол жүздеріне күлкі кетпесін, еліміз сау болсын, өте берейік жақсылықты. Құрметті де қадірлі менің кластас құрдастарым, достарым, мынау бүгінгі 40 жылдық кездесу күніміз құтты болсын. Әр шаңыраққа, отбасыларыңызға тек табыс тілеймін, қуаныш тілеймін, бақыт тілеймін, береке тілеймін. Бәрімізде аман болайық, өсіріп жатқан ұл қызымыздың рахатын, қызығын көрейік, немере сүйіп жатырмыз деп шөбере сүйейік. Басымыз тек жақсылықта, тойда, қуанышта қалсын. Осыған жаңағы 40 жылдық кездесеміз деп осы 6 айдан бері дайындалдық. Сол дайындығымыз бір күнде-ақ болып өтіп жатыр енді. Бәріміз ауызбіршілікте болайық, жақсылығымызда басымызды қосайық. Өте қуаныштымын. İyi болады. Әзбелейміз бірге. Қадірменді қонақтар, менің достарым. 6 айдан бері айта жақта талға мінекей күн керемет кездесу сәті болып жатыр. Кешеден бері балалық шағымызды еске түсірдік, бала махаббатымызды еске түсірдік. Керемет өтіп жатыр кешеден бері, өзіме ұнап жатыр. Осы күнге жетпей қалған жолдастарымыз алдынан жарылқасын, иманы саламат болсын, бізді жедеп-жебеп жүре берсін, ұрпақтары аман болсын. Алдағы уақытта барлығымызға да салиқалы ұрпақ тілеймін. Көзге көрінген балаларымыздың, немерелеріңіздің қызығын көріңіздер, шөбере шөпшек сүйіңіздер. Жұптарымыз жазылмай, арамыз азаймай, осындай жақсы күндерде жолға берейік. Бүгін біз көп кешеден бері жаңағы біраз болды ғой, 5-6 қыздарымызбен, жігіттерімізбен 40 жылдан бері кездесу сәті болып жатыр. Және жаңа келіндерімізді кейбір жақын танысып жатырмыз, біліп жатырмыз. Сіздердің де еңбектеріңізге көп-көп рахмет. Жаңа Алмагүл айтып жатыр ғой, жігіттеріміздің әппақ сұлу болып тұрғаны осы өздерінің сұлу келіншектерінен деп. Сіздерге алғысымыз шексіз. Рахмет, ұйымдастырушы топ қыздарымызға, жігіттерімізге рахмет. Мен енді рұқсат етсеңіздер, осы арада бір кісіге өлең дайындап келгенмін. Соны оқып жіберейін. Тілегімді бітіремін өлеңмен, сен жан-жақты ақылды өнердімең. Аналардың сара жолын жалғаушы, өмірін ізгілікпен көре білген. Раушан сұлу жарасады
бақтауым, бөлек екен жарымды да бақтауым. Елге септісіңіз ерен бір бөлек, жүйелі сөзді де сұлу сақтауым. Достарыңыз қалған кезде жүгініп, бәйек болып кетті әсте жүгініп, 40 жылдық достардың кездесуі, жүздесейін сағынысып үзіліп. Алғысымыз өзге көп тағы да, досымыздың кездескен ой бағына, осы сәттің болуына жүгірген, көп рахмет, Жан Ахметтің жарына. Шабылбай болса, көңілік. Аха, керемет, тағы да. Шынымды айтсам, осы біздің әр сіңіліміз, әрі өзіміздің тастасымыз сияқты болып кеткен. Біздің қолымыз істемей, үлгіре алмай жатқан барлық ісімізді шүкір Аллаға осы Раушан апқа. Көріп отырсыздар, өздеріңізге куә болып жатсыздар. Рахмет, Алладан қайтсын, Алла болсын. Жанахмет, саған да рахмет, тілек болып отырсын қасында. Менің жан досым ғой, Әдика, бірге қайтатын сабақта. Менің де тілегім, жандарым сол, аман болыңдар, бала шағаларым қызығын көріңдер. Әрқашан Алла қуат берсін. Осындай барлығында осы Раушандай болса екен деймін. Рахмет, барлық келіндерге. Рахмет көп. Шынымен де көрмей жаттық. Барлығымыз оны чаттан көріп отырсыздар. Видеома видео. Әр сәтіміздің видеосы. Әр сәтімізге жаңағы көрдіңіздер қандай өлеңдер дайындады, қандай керемет жаңағыдай номинация дайындап келді, қандай подаркілер. Көп нәрсе өзінен шығып жатты. Рахмет, бізге үлкен тілек болды. Мен осы барлығымыздың атынан осы риза болып, осы өлеңді шығарып әкеле алмадым, өзің әдемілеп шығарып ал. Осыны номинацияға жіберем, суретіңді салып, сен өзің шығарып ал. Рахмет, керемет, шынымен сөзіңіздің шаны бар жаңа. Осы банкетке келген кезде Раушан апай жүгіріп жүр, сіз осы классас қызсыз ба десем, жоқ, мен келін боламын дейді. Бұл не құдайдың азабы, келін деген қонақ болып отырмайсыз ба десе, жоқ, қыздар біздің қонағымыз, біз қызмет жасауымыз деп жатыр. Шамалы бұрын бәрі Раушан апайымызға. Керемет әдемі, тілектеріңіз алда қабыл етсін. Болды ма? Болды. Және тағы да бір дүние бар. Айтыңыз, рұқсат. Осыраға не? Міне осы жаңа бір 5-6 минут бұрын бағана айтып жатты ғой, жақсы тілекке де. Бір керемет осы құрдасымыздан тілек түсіп жатыр. Өлең. Сұлу қыздар, замандастар, құрдастар, бір кездері жаңа басқан жаңа өмірге қадамын. Бас қосылып 40 жылда кездескен өн бойында сағыныш бар, сырласар, ойдан қырдан шұрқырасып жабысқан. Бірі әже, бірі күтіп болады деп немере, бірі үміт күтіп аяқ салып үзеңгіге, талап қылып келін алып болады деп жаңалық. Аға әжелер құтты болсын кездесулер, сағынысып табысқан. Ғабит құрдасымыз. Кешікті болсындарға. Ал енді үшеуіңіз отыруларыңыз сұраймыз. Ортада бір номинацияңыз бар, соны табыстап алайық. Одан кейін бір керемет ортада би болсын. Ол үшін Қоянбай мырзаны ортаға шақырамыз. Жан Ахмет Қоянбай мырза, келе қойсаңыз. Бір әдемі номинация алғысымыз. Жан Ахметтің қасында жүріс тапасың, отыра берсіңізші, бәріміз отырып қой. Арнайы алғыс, ұйымдастырушы алғасы, ұйымдастыру комитетінің төрағасы Жан Ахмет Қоянбай мырзаның атынан құрметті деп соңында айтайын, сәл қызық болсын, интрига болсын. Сізді сағыныш еді сол бір кез атқа 1983 жылғы түлектердің кездесуін ұйымдастырып, сағыныш толы сезімді басып, класстастардың өткен шағын еске түсіріп, ерекше бағытқа бөліп, қуанышты сәтті сыйлағаныңыз үшін алғысым шексіз. Өміріңізге тәттілік, жүрген жолыңызға сәттілік тілеймін. Бұл алғыс хаттың иесі Құдайбергенова Үрсұлу Әбдірашқызы. Үйлем шығамыз. Үйлем.
орындарда тұра беріңіз. Қазір алғыс хат иелері тағы да общий бір суретке түсеміз. Келесі дәл осындай мәтінде өміріңізге тәттілік, жүрген жолыңызға сәттілік тілей отырып, зор құрметпен алғыс білдіруші ұйымдастыру комитетінің төрағасы Жанахмет Қоянбай, алғыс хат иесі Әлжанов Алдаберген Шаймерденұлы. Әлекеңе арнайы кішкентай манта бар ма, не бұл? Ыстық тамақ салам. Тамақ салам, иә, бір ештей манта бар деп ойлаған жоқпыз. Ал енді ұйымдастыру комитетінің төрағасы Жанахмет Қоянбай мырзаның атынан келесі алғыс хат иесі Әмірова Гүлзара Жұмағалиқызы. Алғыс хатымыздың, рахмет қағазымыздың, шексіз алғыс қағазымыздың иесі дәл осындай мәтінде қуанышты сәтті сыйлағаны үшін алғысымыз шексіз. Алғыс хат иесі құрметті Осман Мейрамгүл Сыдыққызы. Рахмет. Құдай қаласа алғыс хаттарыңыз құтты болсын. Алған заттарыңызды жақсылыққа, қуанышқа жұмсаңыздар. Бұйырсын Құдай қаласа. Раушан апай, бір суретке түсіп алыңыз, сосын тілегіңізді тыңдаймыз сіздің, иә? Жақын отырыңыздар. Камераға қараймыз. Реклама. Кімде айфон бар? Бір суретке, Ғабитаға, орныңызда тұрып, ортаға шығып, или балаға беріңіз, өзі әдемі түсіріп береді сізге. Сөзге рахмет, қоя тұрыңыз, суретке түсіп болайық тұрыңыз, тиштікпен. Күліп тұрыңыздар, бүгін қуаныш, бүгін той, күліп, әдем болып, иә? Ертең банкеттен менен қырсық қалғанда өзіңізді ренжіп жүрмеңіздер. Ал енді қимылдамаңыздар, Раушан апайдан бір сөз тыңдайық. Мінекеңіз, бұл кісі өзі біледі. Сөйлеймесе сөйлейді, кейде қазір күтімдер жеттік кетіп қалады. Брауыз. Құрметті құрдастарым, жолдастарым, сырластарым, бүгінгі тойдың болғанына болатсыз дейді ғой. Бүгінгі тойлардың тағы да құтты болсын, отбасыларына амандық тілеймін. Айта берсең, әңгіме көп таусылмайды, оны күндізде түнде де айтсақ, яғни шегіне жете алмаймыз. Енді не деймін? Бағана көп сыйлықтың ішінде мен енді Кеурімжай деген құрдасымыз болды, ортамыздан кетіп қалған. Соның отбасына артынан ойланып қалдым, бірақ шығарып қойған өлеңім бар еді, соны неге жазып кете сала алмадым, енді уақыт болмай қалды. Сонымен енді Мариданы ортаға шақырғым келеді. Мынау Мариданың жаңағы көрпесі. Соның отбасын ұстап, түтінін түтетіп, яғни сол жаңағы сол үйдің түтінін дүзеусіз шығарып отырған әрі сіңілім, әрі жаңағы құрдасымыздың әйелі, яғни не дейін, бақсыбыз мынау сізге. Мына заттардың бәрі қайықтан келіп жатыр, мына біздің жинаған ортамыздан алып беріп жатыр ма деген ойдан аулақ болыңыздар. Енді менің жолдасым Жанахмет
осы 6 айдан бері осы менің өздеріңіз білесіздер ұйымдастырып әйтеуір ортаға шықпаса да осы қыздарды жұмсап, яғни өзіміздің ресторан деген шатымыз бар. Енді бір көп болса бір жеті боламыз енді шатта. Сіздердің соңғы обсуждениелерде мүмкін айтып жаңағы талдау мүмкін енді. Содан кейін сол шатта ол шат жойылады деген ойдамыз енді. Сол кезде енді айтып шығайын. Сараның шетінен бастап айта берейін, Сараның көп көмегі болды. Жаңағы барлығын бүйтіп айтып отырсам да, былай үйде отырып, жаңағы ана интернет деген жақсы болды қазір Инстаграмда. Инстаграм арқылы жаңағы квартираны тауып алдыңыз, ресторанды тауып алдыңыз, барлығын жаңағы тамағын да барлығын іздеп тауып, сөйтіп мен табамда барлығын Сараға жіберемін. Сара сол адамдармен сөйлесіп отырды. Яғни ол екі ортада делдал болып, сол адамдармен сөйлесіп, сол нәрсенің барлығын жасап отырған біздің Сарағаның рахмет айтқым келеді. Одан кейін Алдаберген. Енді ортамызда Алдаберген өте мәрт жігіт, мырза жігіт және ақшаны аямайтын жігіт деп айтайыншы. Кәсіпкер десе кәсіпкер. Осы жаққа Түркістанға келдік, такси пулымызды, барлық тамағымызды, 3 қыздың таксиін, барлық нәрсесін көтеріп жүрген осы Алдаберген деген жігітімізге, яғни рахмет айтқым келеді. Жұмақ болсам осы бір Алдабергендей бол деп бәріңізге де айтқым келеді. Сізге рахмет Алдабергенге. Сондықтан ол да рахметімізді білдіріп жатқанымыз. Одан кейін енді Үсілуге әңгіме айта алмаймын. Ол бір жағынан қайын апам, бір жағынан нағашы апам, бір жағынан өз апам айналып келгенде, бір жағынан жеңгем, 4 қара 80-нің келіншегі Шынарбай менің ағам. Енді қай жағынан болса да қашып кете алмаймыз. Енді бұл кісінде енді айта берсем, өздеріңіз білесіздер, шатта талай ұрыс болды, талай бір-бірімізге келіп жатып, шығып кетіп жатқан адамдар да болды, жақсы сөзін айтып жатқан адамдар да болды. Соның бәрі жаймен тыңдап отырып, соңында бір сөз айтатын бір адам болса, ол Үрсін. Осыны мойындайтын шығарсың. Сондықтан кейде Сара екеуміз жамандап аламыз, айтайық. Екеуміз оңашада. Не, бірдеңе айтып атамыз, ана жерде ойласып атамыз, бір сөз айтпайды ғой. Шықпайды. Сосын айтып болғаннан кейін, болыңдар ма, сондай ойды бір қана сөз айтады. Біздің де өз шатымызда да өз қызықтарымыз болды. Сондықтан мен Үрсілу апама, әрі жеңгеме, әрі қайын апама рахмет айтқым келеді. Мен емес айтып атқан, менің күйеуім айтып атқан. Мен қатшысымын, тек соның айтқан сөздерін сендерге жеткізіп жатқан. Одан кейін Мейрамкүл апайыма бір жағынан апам, бір жағынан ауылдасым, бір жағынан білмеймін енді, жақын болып кеттік. Осы 5-6 айда осы 5 кісімен кәдімгідей туысқан болып кеттік десем, енді өтірік болмас. Енді Мейрамкүлдің есептеп ақшаны ортаға салып өздеріңде көріп отырған шығарсыңдар. Барлық ақшаны есептеп, яғни кәсіпкер, бухгалтер, өздеріңіз білесіздер, реттермен жұмсап жатыр. Сондықтан осы сыйлықтың барлығын менің жолдасым өзінің құрметі, рахметі ретінде өз атынан осы кісілерді марапаттап жатыр. Енді сонымен қатар мына алыстан келіп жатқан қыздарға да өзіміздің сиябатымыз бар. Сырттан келген қыздар ауылға келгенде өз төркініне келгендей болады ғой енді. Ауылға келгенде бір өзінің үйі, жігіттерді өзінің төркініндей көреді. Әйтеуір ауылға келсе бір қуанып, марқайып, солардан бір жақсы сөз, жақсы лебіз естігісі келеді. Әйтеуір солардың жақсы болғанын тілеп отырады, тілекші бір жағынан. Осы алыстан келген өзіміздің жаңағы осы 4 адаммен бірге сырттан өздерінің кластас ешерінде 4 қызды да марапаттағысы келіп жатыр. Енді бірінші алыстан келген ана
табуды ешкімге бере жібермеңдер. Одан кейінгі қамбаш. Қамбаш бір жағынан қайнама. Енді сыбайлас жемқорлық демеймін енді. Биыл бірінші рет бізге қосылып жатыр екен, енді қамбашқа да өз артымыздан қызданған деймін. Құтты болсын сыйлық. Енді бұл сыйлықтың орны ерекше. Оны өздерің де біліп отырсыңдар. Иә. Енді бұл айтпаса да өзі сұрап шығар деп ойлаймын. Өзі тұрсыш енді, солар. Бұл адамның орны ерекше. Енді жақсы айтты, жаман айтты демеңіздер. Кішкентай осы үйленгеннен бері осы кісімен ашымызда, тұшымызда осы кісімен бірге өтіп жатыр. Ұрысқан кездеріміз де болды, татуласқан кезіміз де болды. Біріміздің қазағымыз, біріміз азып. Яғни барлық жерде, қай жерде болса да Гүлшка менің қасымда. Енді сондықтан оны келін деп қарамай, қыз деп өзінің марапатында. Осы менің күйеуімнің осы қыздарға деген және осы өзімен бірге осы 6 айдан бергі жаңағы бірге жүріп айтқан істеп осы жаңағы 40 жылдықты ұйымдастырған жолдастарына алғыс ретінде осындай сый-сияпатымыз бар. Сіздер ренжімеңіздер енді. Ал құтты болсын, сіздер бәріңізге бір фото салып жіберіңдер. Рахмет! Ай, бәрекелді, керемет әдемі. Ал енді Жанахметтің хатшысы. Құрметті қыздар, отырмай тұра тұрсаңыздар 1 минутқа. 1 минутқа отырмай тұра тұрсаңыздар. Шара келсе, шара қайда? Шара қайда? Шара келді ма? Келіңдер. Келіңдер келсеңіздер ортаға. Мерекеге жиналып отырған 1983 жылы мектеп бітірген түлектер, сіздерді бүгінгі үлкен мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Міне, бұл күнге бағанадан айтып жатырмыз, жеткенде бар, жетпегенде бар деп. Міне, осы күнге жеткенімізге Аллаға мыңда бір шүкір. Міне, бір-бірімізді жақсы сөз, жарым ырыс дейді. Алған бергенде тұрған ештеңе жоқ, сыйластық, бір-бірімізге деген сондай бір ыстық ықыласымызды білдіру деп ойлаймыздар. Енді бағанадан жаңағы бір-бірімізге көңіліміз ғой сыйлық жасап жатырмыз. Енді біздер 66-ның жаңағы келіншектері деп бағана төбемізді көкке жеткізіп біраз мақтап тастадыңыздар ғой. Енді біз өзіміздің сондай өнегелі, ибалы, инабатты сондай келіндер ретінде сіздерге мынау бүгінгі мерекелеріңізден, осындай 40 жылдық мерекеден мына келіндердің атынан естелік болып қалсын деп азғантай осы сыйлығымызды қабыл алыңыздар. Ал қыздар үлкен мерекені ұйымдастырып, барлығымыздың басымызды қосып, бағана Раушан айтып жатыр ғой, арасында сөзге келіп қаламыз, бірақ қайта татуласып бір-бірімізді түсініскен боламыз. Сөйтіп, әйтеуір осындай үлкен іс-шараны ұйымдастырдық. Енді бүгінгі осы ұйымдастырған жасы біздің ортамызда ер азаматтарымыз бар. Адира мен Алдаберген Кесіш. Бұларға ерекше өзіміздің сыйлығымыз бар.
өздерінің нағыз ер азаматтық өздерінің іс әрекеттерімен көрсетті. Рахмет. Раушанға, осыны ұйымдастырушылардың бірі Раушан, келіндердің ішінде бәріміздің атымыздан жүгіріп жүрген Раушан, саған көп рахмет. Мира, Сара, ұйымдастырушылар, осы Үрсілу. Сосын бар ғой, менің өзімнен ше, просто бір лично екі сүлгім бар. Ол кімге дейсіздер бол? Екі алыстай. Алмагүл менен Анархан. Бүгінгі мереке сіздердікі, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Осылай жүрсеңіз, ауызбіршілікте келесі 10 жылдан кейін 50 жылдықта кездесейік енді. Төрт көзіміз түгел аман болайық бәріміз. Ал енді бәріміз суретке түсіп алайық. Сосын менің сіздерге арналған ән шашуым бар. Қабыл алып, тыңдаңыздар, билеңіздер. Бізде қыздарды сосын егіп жіберейік, сосын бар. Қыздарды сосын егіп жіберейік? Яқсын явасылар. Ал, бұқыл қыздарға суретке түсекелге келіңіздер. Аха, суретке келіңіздер. Рахмет. Қазір бір кетейі. Суретке түсіп алыңыздар. Ал ғана супер кепті бұл. Кем өзі? Гүлмараш бастағы. Генерал кем? Гүлмараш. Марика кем? Индира кем? Рима. Жанар. Түрлерінен сол. Раушанды қалай қысқа? Көпті амақты олар айтылды. Алмақтың қазақта салмағы бар дейді ғой. Сіздердің көңілдеріңізге көп рахмет. Біздің де сіздерге сияпатымыз бар. Сіздердің атынан сіздерге сияпатымызды қабыл алыңыздар. Қазақтар әдемі бір тек бар. Қосақ мен қосақ. Қосақтар мен қосақ. Тек қана отбасыларыңызда қуаныш болсын. Балалардың жұрын көріңіздер, жан-жақтарыңыз аман болсын. Бақытты болыңыздар. Қабылыңыздар. Қыздардың атынан алсалдың келешектеріне. Рахмет, керемет әдемі. Иә, шынымен де қызығып та қарайсың, қызғанып та қарайсың. Ауыз біршіктеріңіз керемет әдемі, лайым ұзағынан болсын. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар, тойлардан, жақсылықтарда, қуанышта, жеңісті күнде жолуды ала нәсіп етсін. Енді бұлай өтініш. Қазір суретке түсуге бәріне үлгереміз. Орнымызға отырсақ, Төретамнан, Байқоңырдан келген қонақтарымыз бір тілек айтсын, сосын общий суретке түсеміз. Бола ма? Ақыры асып кетпей, қазір енді Байқоңырдан, Төретамнан келген қонақтар тілек айтсын, сосын Гүлбараш апайымыз бір ән салады. Или оған дейін бір айтып жібересіз ба? Тілек айтып олайық. Ал енді ортаға Марита ханым, Ұрсылу апай келсеңіздер. Қоныс жұбайымен, Нұрлан жұбайымен келе қойсаңыздар. Музыканы қосайық, билеп шығайық. Құрметті жолдастар, кластастар, бүгінгі Алланың қалауымен болып жатқан мерекелеріңіз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, әрқашанда жүздеріңіздің үзіліп кетпесін, отбасында аманшылық болсын, немерелеріңіз көп болсын, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Бағанада бері айтылып жатқан айтылғандардың бәріне қосыламыз, періштелердің құлағына шалынсын. Алла осындай қуанышты күндерді жаза берсін. Осындай той бәрілеріңіздің отбасыларыңызда бола берсін. Аманшылық
болашақта қауышып тұра берейміздер. Мына құрдастар, мына 40 жылдық кездесу тойымыз құтты болсын. Не дейміз? Жүздерінен күлкі кетпесін. Осындай бәріміз ұйымшылықпен кездесіп жатқанымызға қуаныштымын. 40 жыл көрмеген қыздар бар. Келгендерге рахмет. Сосын ұйымдастырып жатқан жігіттер мен қыздарға рахмет көп. Не дейміз? Бәрінде отбасында той болсын, денсаулық болсын, немерелі, шөберелі болды. Соның куәсі бола берейік. 60 жас, 50 жас, 70 жаста кездесейік. Соны көру жастың. Төрт көзіміз түгел, өйстіп кездесіп, күліп ойнап жүремейді. Менің бұрын класстастарым екенін қазір жаңа бойынша жаңаша сыныптастарым. Менің сыныптастарым. Сендерде бүгінгі осындай 1923 жылы 18 маусымда кездескеніме өте қуаныштымын. Мен сіздерді осы қалыптарыңызда осыдан кейін 20-53-те де кездескім келеді. Алла қаласа берса денсаулықтың арқасында. Сіздердің әрқайсыларыңыздың орындарыңыз мен үшін бөлек. Біздерде журнал деген бұл қаласы. Бұл жерге бізге баға қойылатын. Біреуімізге 3, біреуімізге 2, біреуімізге 5. Бірақ бұл өмірдің бағасы емес. Өмірдің бағасы біреу-ақ. Міне азамат. Осы бағаға бәріміз лайықпыз, бәріміз лайықсыңдар деп айтады. Неге? Өйткені бәріміздің отбасыларымыз бар, бәріміздің орналасқансыздар, бәрімізде немере бар, бұйыртса жақын арада шөбереде болып қалады. Сондықтан мен сіздерге қоятын бағам, және өзімнің мамандығымда мұғалім, және мен математикадан беретінді білесіздер. Мен сондықтан бұрын біздерде ең жоғарғы баға журналға қойылатын 5 деген баға бар. Қазіргі баға пайызға есептеледі. Мен сіздердің бәріңізге 95% отбасылық баға беремін. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Бұл 95%-ның ішінде сіздердің отбасыларыңыз нақтылығы, нақты орналасқандығы, сіздердің денсаулықтарыңыз бәрімізде қазір келінді болып, немесе қызда болып отырған отбасысыздар. Соның құдағи, немесе ата, ене болу да үлкен бір саясат. Сол саясатты бәріңіз алып отырсыздар. Өйткені сіздер осының бәрін бастан өтіріп отырсыздар. Сондықтан мен сізге осы ұзағынан болсын, бұл таусылмасын. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын, денсаулықтарыңыз миллион жылдық болсын. Яғни сіздердің іздеріңіз өшпесін, біздің іздеріміз өшпесін. Мен педагог. Пока еще раз. Бүгін Айжан апай да келді, өткенде сөйлесіп, хабарласқаннан кейін апай да мен барам дегенде. Шынымен де менде бір жүрегімде алдына немқұрайлы қарап жүрген. Апай келем деген кезде менің де жүрегімде бір салмаймын енді бір сезім. Сол сезім бүгін апайды көргенде бәрімізде болды деп ойлаймын. Кішкене де болса балалыққа саяхат болды деп ойлаймын. Өйткені мен оны әрқайсының көздеріне байқадым. Кевшін, тише қош. Сенің сабақ еші түсіңіз. Бақытты болайық, кездесу ұзағынан болсын. Міне бүгін сіздер 40 жылда кездестіңіздер. Енді сіздердің кездесулеріңіз ұрпақтармен, балалармен кездесулеріңіз болсын. Бүгінгі мына ұйымдастырып жатқан тамадық балама
Мен сендердің келгеніме қуаныштымын. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Айтылған тілектің бәрі періштеден құлағыңызға. Дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман болсын. Өстіп аман есен тойда басыңыз қауышамыз. Тойымыз тойға бассын, жан-жағымыз аман. Түгел болсын, 50 жылдық деп жатырмыз ғой, 50 жылдықта мен кездесуге жақсы. Аспанымыз ашық, жан-жағымыз аман болсын. Ал енді мен қанша тілек айтылды ғой, сол тілектің бәрі қабыл болсын. Мен артық енді айтатын ешқандай сөзім қалған жоқ. Мен нүктесін өзімнің репертуарымдағы бір жақсы бір әнмен қояйын. Иә, ана соттың конкурстағы әрекеті көрсетіп жіберді, сосын әнмен нүктесін қоямыз. Ал құрметті жаңа айтқан той өзімізге, тойғана өзімізге тартанаса уақытымыз бар екен, оған дейін ортадан ойнайық, күлейік, билейік, көңіл көтерейік. Алдарыңызда күлеген ән салып, ортаға би алаңына шақырамыз. Келіңіздер. What's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
Al olsun ortadan gitmeyeyim sizlerle hürmetlerinize. Bir olsun barça dostlar, konaklar, bir yalanla şapırağımız. Қазақтар бар ғой бір екі аяғың тең болсын деген енді мен екінші бір әнді орындап жіберейін ортадан бек кетпеңіздер бейіңіздер Only was some
Ал енді құрметті достар, оған дейін айтып басым Арқышын апай. Келіңіз, айтыңыз иә. Келісіп алыңыздар. Ау, мен мұнда. 1, 2, 3. Отырамыз. Тыныш. Бірінші класс. Осыдан 50 жыл бұрынғы әңгіме бұл. Ал енді бүгінгі әңгіме. Біз осы 40 жылдықты өткізу үшін жаңа айтып жатырмыз ғой. 6 айда дайындалдық деп. Бұл 6 айда біраз оқиғалардың куәсі, бәрімізде куәсі болды. Соның ең соңында бізде бір ресторан деген бір группа ашылды бізде. Ол неден ашылды? Түркістанға осы келетін болып киелі қалаға. Қызық емес болса мен айтпай ақ қояйын. Қызық болса тыңдай. Содан осы группаның ашылуының тарихы содан болды. Түркістанға келетін жол түсетін болғандықтан біз ресторан, өткен ең бірінші біз ресторанды таңдадық. Содан кейін үй таңдадық. Сөйтіп кете берді. Осы кезде өздеріңіз білесіздер, біз ауылда жаңа қара шаңырақ деп жатырмыз ғой, жаңа 3 үй бар Абай колхозында. Сол Жанахметті алдық, төраға қылдық. Сосын біз, мен, Мира, Сара үшеуміз Қызылорда облысы көбісі сырттан келеді деп, осы үшеуміз және Жанахмет төртеуміз ұйымдастырушы топқа кірдік. Сосын ойласа келе Алдабергенді қостық. Сосын артынан ойласа келе бізге хатшы керек болды. Ол хатшы қандай болу керек деген сұрақ болды. Ол хатшы оператор болу керек. Ол ұйымдастырушы болу керек. Ол жан-жақты болу керек. Ол ғаламтормен жақсы жұмыс істеу керек. Осы критерий бойынша адам іздедік. Ол адам бізден өте жақын жерден табылды. Ол біздің осы критерийдің бәрінен өткен біздің Раушанымыз. Раушанға ұзақ қол шапалақтап ортаға шақыруға болады. Осы сіздердің жаңа көріп отқан Инстаграмда, ВК-да, Фейсбукта шығып отқан, бүкіл әлеуметтік желілерде шығып отқан біздің жазбамыздың бәрі осы Раушанның арқасы. Біз тек кішкене ой тастаймыз, болды. Біз әрі қарай біз ешнәрсе етпейміз. Раушан, сен өзің қолыңда деп. Өйткені біз оған сендік. Сондықтан біз мына 3 қыз, біз Раушанның осындай жан-жақты еңбегін, уақытпен санаспай, жұмыс істеген, арасында семьяны ұмытып, жұмысын ұмытып, біраз жұмыс жасатып, өздеріңіз көріп отырсыздар. Ешкімді қалдырған жоқ. Әрқайсымызға жеке-жеке видеолар, жеке-жеке слайдтар жасады. Бәріміз білесіз. Сондықтан біз үшеуміздің атымыздан біздің Раушанға онлайн жұмыс істегесін біз. Онлайн сыйлығымыз бар. Сәттеме деген құтты болсын деп қуанышқа жұмсасын. Қосағымен қосаға. Жанахмет, саған рахмет. Ақжаулықты әже болсын деп үлкен орамал сыйға тартқымыз келді. Оны өзі ұнаған өзіне орамалын алады. Әже бол. Алланың сыйына бөлене бер. Мына Жанахмет екеуін көзге көрінген балалардың қызығын көріңдер. Рахмет. Анау кішкентай қозы кезінен бізге ана үлкен қойды өсіріп, осы 40 жыл болып қалады-ау деп үйге келетін шығар деген оймен дайындаған керемет соңында дәмін таттық. Рахмет Жанахмет саған да. Алла сыйласын. Мына бірге қатар жұмыс істедік. Алдаберген бар. Кеттік десе кетіп жатыр, жүр десе жүріп жатыр. Рахмет. Және осы ауызбіршілікпен бірге голдқа ақшаны лақтырып отырған барлығымызға ризамыз. Өйткені ол барлығы қанша дегенмен ақшамен шешіледі. Бірден әуелі Құдайға лақтырды. Келмеген кісілерге де біздің алғысымыз шексіз. Балаларының рахатын көрсін. Ол кісілерге лақтырды Құдайға. Қабыл болсын, дұға тілектеріміз қабыл болсын.
барлығына осы ауызбіршілікте жұмыс істегендеріңіз үшін біз барлығымыздың атымыздан рахмет айтамыз. Осымен біздің бүгінгі кешіміз аяқталған жоқ, тамамдалды, әрі қарай жалғасады. Құдай қаласа керуен сарайды жағалаймыз. Ертең тағы да шамалы отырыстарымыз бар. Әрі қарай той жалғасады. Құдай қаласа тағы да 50 жылдық 60 жылдыққа кездесуді Алла нәсіп етсін. Аман болыңыздар. Сонымен мына Абай колхозында кіндік қанымыз тамған жерде тұрған Жақсыбайдың отбасына, тағы да Жанахметтің отбасына, Жандостың отбасына, Қылыштың отбасына, осы ауылды ұстап тұрған рахмет айтамын. Қамбаш бар біздің жаңағы балабақшада істеп тұрған. Толбай бар Сырдарияның мына бетінде тұратын. Неге мына бетінде тұратын ғабитіміз бар. Қазалы ауданында тұратын біздің қастастарымызға көп рахмет. Отбасына. Жаңа дос деген өлең шығып жатыр. Рахмет. Ғабиттің өлеңдеріне рахмет. Маған арнаған, сыныптастарға арнаған, артқа салып беремін. Мына өлең кім шығарып маған? Сондай жұмаққа жұмыс тұрып сендерге рахмет. Мен енді былай етейін, мына жерде мен бірталай маған президент негізі тарату ұйымдастырды енді. Енді мен былай етейін деп ешкім ренжімейді шығарды. Енді алыстан келгендерге бергім келіп отыр. Жаңағы Алматыдан келген Оңталапқа бергім келеді. Анарға бергім келеді. Алмабілге бергім келеді. Көздің ақшасын беріп, қайта келіндері риза қылып жігіттерді енді ренжімей шығар деймін. Мына Ғабит келіншегі тілегі де жақсы болып, Ғабиттің тілегі де жақсы болып, енді дем арасында шығарып тастап жатыр. Енді Ғабит келе бер келіншегі. Рахмет. Келе сала үстіне халатын киіп алып, шайын қойып сөйтіп жүрген. Енді біздің Әмина қайда? Әмина қыз. Кел. Әмина қыз. Мынау саған. Енді мына сыйлықты мен суда жағына тартып, өзім күйеуіме бергім келеді, енді ренжімей шығасың. Еңбегім бар шығар, осы ғұрма деп жатыр мен. Ертең қой баққанда тамақ салып берейін деп жоқ. Енді мынаны кімге берейін? Мынаны қасында кімді өсектейін едік, үрсілуді. Садаға берейінші. Садағайда. Мынаны кімге берсе берген? Қамбашқа берейінші, үйінде немересі. Мына бермеуді қыпша қалш дейді. Менің жандос көршім алып қалайық. Пәлен сом ақшасын қосты, бірақ қатыса алмады. Себептерге байланысты. Бағананың қасына көрпесі бар ғой бағана. Осы мен енді қолдығы тамамдады ғой деймін. Бітірдік. Рахмет. Бүгін керемет сәтті шынымен мәсаған маған болады. Алла разы болсын. Бір-бірлеріңізді қалай сыйласаңыздар, әрқайсыларыңыз Алла солай сыйласын. Құдай қаласа жақсылықта, қуанышта жолығайық. Үйлеріңізге барған кезде сәлем айтарсыздар Түркістанның атынан. Үйлеріңізде тек қана жақсылық болсын, қуаныш болсын. Енді құрметті достар, сіздердің құрметтеріңізге ортаға музыканы дейді қоямыз. Таң атқанша дауылдырап билейміз деп айта алмаймын. Осы ресторанның администраторы болды, енді қайтыңыздар дегенше билейсіздер Құдай қаласа. Ал
музыка рахмет, айтыңыз. Мына достар, барлығымыздың атымыздан асаба жігітке алғысымыз шексіз, көп рахмет. Қысқа ғана уақытта тамаша өткіздіңіз, көңілді болды, ойымыздан шықтыңыз. Мына Инстаграм, интернет желісіне рахмет, сізді тауып берген. Бақытты болыңыз, отбасыңызда аман болсын. Осындай тілектеріңіз көп болсын. Әумин, айтқандарыңыз сіздердің жастарыңыз, жолдарыңыз бізге берсін, Құда қаласа. Біз де тыныштық тойлап сіздер сияқты марқайып жүре берейік. Мына камерада тұрған балама да көп рахмет айналайын. Бақытты болыңыз. Рахмет сіздерге де. Ал енді общий суретке түсеміз ба, или билеп кейін аспай түсеміз ба? Музыкалық қосайық.